Ассалаумағалейкум достар, ютуберлікке жол 4-ші бөлімге қош келдіңдер. Бүгінгі видео өте қызықты болады, так что чай пішчаларыңды алып отырыңдар. Ал ендеше біз көп созбай видеомызды бастаймыз. Алдыңғы бөлімде, яғни 3-ші бөлімдегі өзіме көлік алған болатынмын. Сол көлікті мен қазір тюнингтауға келдім. Бұның түсін бір қызыл түске ма, бір сары түске ма, әлде көк түске ма, в общем нормальный түске ауыстырсақ болды. Қызыл түске көліктің түсін қызыл түске ауыстырдым. Мұнда, Чизликов деген бір скамер жүрген. НРП-чатқа әдей қорқыту үшін тут скам 586 деп айдейін жазып көрсетіп отырмын. Чтобы просто қорқыту үшін, бұған вообще авторынға келмес үшін репорт жазам деп шештім, чтобы мынандай адамдарға көбісі алдана бермесін деп. Бірақ бұған көбісі алданбайтын шығар, потому что бұл алданатын андай бір адамда тез алдан қалатындай зат емес. Сондықтан хотя бы кішкентай скам болсын, репортқа жібереміз. И тут скам деп, жазамыз. Мынаны банға жібермейінше, не болмаса деморганға жібермейінше мен вообще тұра беретін боламын. Шығып кетті. Так, қашан енді бұна күту керек? Так, Чизликов деді. Вот он шықты. Жоқ, қайттан кір кетті. Енді не істейміз, достар? Машинаны вырезать етем деп шештім, чтобы машинаны қайттан қою үшін. Достар, мен қазір машинаны сататын боламыз. В общем, өзім машинамды 82 мыңға сондай ақшаға сатқалы жатырмын. 120 мыңға, 125 мыңға сатамын деп шештім. Бір плюсқа кірсем де, бір минусқа кірсем де бәрібір, просто маған срочно ақша керек болып жатқандықтан. Енді бұның рыногы мен алдын жол скам ретінде алып қаптым. Бұның рыногы, оказывается, сәл-пәл аздау ма. И, бескі удаляет деп, в общем, 5 мың маған қазір алып тастайтын айып тастағандықтан. Так что қайттан, жібереміз. Так, 120 мне еще починить надо дейді. Ладно, не істейміз, басқа не істейміз, жібереміз 120 мыңға. Бірақ бізге ақша аз келеді, просто өзімдің артымды ойлап атқаным ғой, 67 мың қалды қалтамда. Машинаны саттым, и бізге 118 мың кел, 2000 рубль кетті. Так, енді 186 мың біздің қалтамызда. И, мұнда 10 минут болды, уже тұрып аттым. 30 минут тұрсам, берса караульный деген заданиені жасағалы жатырмын. Күте тұрамыз. Пост номер 3-те тұрмын, И достар, менімен бір көндағыларын келсе, Владимирға келіндер. Берса фама ашатын шығарым, может. И, менің қалтамда 247 мың рубль жатыр. Ол қайдан десеңдер, только что телеграмнан привязка істеп алған болатымын. И, маған 10 мың рубль, и вид платинум бір күнге берді. Благодаря, рахмет саған. Мұнда мен казармаға бара жатырмын, чтобы баронның бариганы бітіру үшін. И баронның бариганы бітіргеннен кейін крупаға может тұрып алам. И достар, келесі бөлімде может крупияға тұрып алатын шығарым, потому что крупиялар нормально ақша тауып жүр дейді ғой, бірлемініп. Біздің қалтамыздыға 267 мың. И қазір примерно осы заданиені жасағаннан кейін неме істесем, в общем, мен задание бітірсем, маған 70-80. Так, сонда менде 287 мың рубль болады екен. И ары қарай тағы да басқа пахать ете беретін боламыз. И, скоро мен қазір 3-ші эвол болатын боламын. И беретін подаркаларым болса, Владимирға келіндер, мен сендерді күтем. И бір бала алдын жол жазған болатын, 3-ші уровенға келел. 3-ші уровенға болғаннан кейін мен саған 1 миллион берем деп. Ол шын ба, өтірік па білмедім. В общем, бүгінгі видеоны көріп атсаң, комментарияға өзім неменді WhatsApp-ымда жаз кет, подаркаларды маған бере аласыңдар. Так, мұнда мен уже келдім. Так, қараймыз, последний істеп желеміз, грузикті, грузды последний апарамыз. И біздің қалтамызда 287 мың рубль. Все, достар. Мұна жақта, мен гевентқа кір кеткен болатымын. Бұл гевентті атсамыз. Қазір, мен қалтамда 287 мың рубль әлі тұр. Просто қызық үшін гевентқа кір кеткен болатымын. И өлем ба, өлмейм ба, онысын білмедім. Бірақ сонда да қызық үшін кіріп көрейік. И достарына Бавана деген семья осы өзім оқысам, по идее. Трешердің семьясы ма сонда екен ғой. Владимир Трешер Владимирдан еткен ғой. Так, бізге қазір барлық немемізді беру керек. Так, король Дигла дейма, король Ака дейма, в общем, винтовка дейді. Так, қазір достар, админға рука берген, маған берді, и бізде БП задание істедік. Ежедневный кеш берді, оны қазір біраздан кейін ашатын боламыз.
И короче қазір бізге беретін болады мынандай оружие ма бір бәле. И бізді замырой сетті, енді не істейміз басқа? Так, бір нәрсе беретін шығар, бір оружие ма. Так, подождем. Так, оружие берді. Давай. Енді баста, давай. Все, басталды. И бәрін атамыз деген, мына винтовка. Ебать, ыңғайсыз ғой винтовка. Так, түсінгенім бойынша мынаны атамыз. Так, бұл жына азақ бір қыпсын алдық. Так, тағы қыпсын алдық. Бірақ ол вообще аз алып отыр. Так что, атамыз, басқаларын атамыз, отуымыз мүмкін, отылуымыз да мүмкін. Короче, көретін боламыз. Мына қызға бір уронымызды тигіздік. Так, бір тычка, тағы бір тычка беріп жіберейік. Мыналарға тигізіп. Так, так, тимей қалды. Казахская мафия деген семья бар екен, кстати, Владимирда. Нормальный семья екен. И достар маған, короче, тычка берем екен. Короче, мында маған, так, мынаны көреміз, мыналарды атайықшы. Камыға мынаны екі бомж атайықшы, екеуі жабылып отыр ғой. Так, ойбай маған тычка беркет, ё-моё, азақ броным қалды, давай. Так, мен жанымдағы адам өлді, ебать, мен броным бітті. Давай, ат, давай. Айыру керек на винтовкамен. Винтовканың королін көрсет жерейік деп айтайын десем, мында, короче, мен хпым 0. Өліп қалмасақ бұл, мәна, уже айтпай жатып өліп қалдым ғой, ема. Короче, винтовкамен жында саткен ана бала. Мында жеңіл кейсті алып жатырмын. Міне, достар, короче, менің даусым жаман естіліп атса, біреумен ауырып қалған болатымын. Ойбай, не болып кетті. Так, короче, жеңіл кейсті ашатын боламыз. iPhone болғандықтан ондай проблемалар болып тұрады. Так, енді не істейміз? Мына жеңіл кейс бізде қатып тұр. Так, мына 2xp түсіріп алсақ, әдеміге түседі, потому что 3-ші level болып алатын боламыз. Давай, енді пропустить анимацию дегенді баса берек. Так, давай, бас жерек. Так, қат қалды. Ой, бұл бізге бір 10 блэк койн түсті. Енді 10 блэк койнды мен не істеймін? Артыма тыған ба, оны не істеймін, в общем. И мұнда мен қазір уже неме болатын болады, payday болатын болады, уже 41 кетті. И payday деген не десеңіздер, короче, ол бізде кәдімгі уровень көтеретін нәрселердің бірі, зарплата, день зарплаты, в общем, время выплаты. Так, 6 секунд қалды, 1, 2, 3. Сюда біз 3-ші level болдық. Подаркаларында бере берсеңдер болады. 50 000 рубль бізге берді, чтобы мен өзім атым жазғанымнан. И достар, мен тоже нигім жаз кетіңдер. Мен нигім Духа YouTube. Міне осындай YouTube. Короче, 3-ші levelға жеттім. Енді құттықта қойыңдар. Қазір мен дейтін қандай жұмысқа барам. Мен қазір қандай жұмыс деп ойлайсыздар? Мен өзімнің жақсы көретін жұмысым кладоискатель, және де өзім автоугонщикқа баратын боламын. Короче, автоугонщикқа бізге машина керек болады. Так что қазір өзіміздің уақытқа берілген көлігімізді алып алайық. Так, загрузить етеміз. Так. Міне тұр екен. Ойбой, не болды? Короче, парковке басамыз, и біз ары қарай автоугонщикқа қарай жол тартатын боламыз. Бізге автоугонщик нормально ақша береді деп ойлаймын. И то менде VIP платинум. Короче, кеттік. Автоугонщиктің жұмысын жасап тастайық. Примерно нормально ақша беретін шығар деп ойлаймын өзім. И достар, менің қалтамда 350 000 рубль бар екен. Енді кайфовый болды. Енді келесі бөлімдерде бір лямдармен жүремін деген ойдамын. И достар, көріп тұрғандарыңыздай, сіздердің көздеріңізде, алларыңызда, экрандарыңызда мен жақсы осылай дамып келе жатырмын. Сіздер алдыңғы видеоға уже 500 просмотр жасап тастапсыздар. Мен сіздерге көп рахметімді айтқым келеді. Осындай актив күніге болатын болса, мен сіздерге бұйырса Алла қаласа 1000 блэк койн салып беретін боламын. Любой адамға, комментарияда тұрған адамға просто так салып бере салатын боламын. Так, взять задание. Так, немемен машинаның есігін немемен ашасын дейді. Так, короче, саусағымен ашасын ба дейді. Магазинге барда набор отмычек ал дейді. Короче, мұнда гевент болып жатыр екен. Гевентқа кірмеймін ба деп қоямын өзім. Бірақ бізге пақат ету керек, ақша керек дегендей. Осым солай даму керек. Біз, короче, магазинға бара жатырмыз. Магазин одежды деппін ғой. Магазин 24-те жетіге бара жатырмыз. Так, мұнда машиналар, нормальный машина бар екен. Так, бірақ та өзіміздің көлігімізбен баратын боламыз. Так, кіреміз, давай, сразу набор отмычек қарайық. Так, что-то түсінбедім. Так, набор отмычеге. Так, набор отмычекті алатын боламыз, оны енді іздеу керек енді. Так, купить набор отмычек. 650 рубль тұрады екен, кайф, достар. И так, мұнда бір машина тұр екен. Так, гевентқа кіріп көрейік, достар. Так, жоқ керек емес.
набор отметчикқа отырдық. Так, ойбай, мен басқа бір машинада отырып кеттім ғой, жарайды тағы соны айдай берші, нитросы бар екен. Нитромен вообще кайфовый деген дегідей. Короче, кеттік. Грантта мен бас келатырмын. Бұйырса осындай грант алып алатын шығар деп ойлаймын өзім басым. И достар, бұйырса бэк алып, сонымен перекуп істейтін шығармын мен. Так, келдік өзіміздің керекті жерімізге. Мынаны, короче, барып, енді машина ұрлауға болады деген ойдамын. Короче, барып взять задание деген кнопканы басамыз, и бізде задание алынды. Бізге Carjack деген командамен ашасын дейді. Короче, все, оны түсініп алдық. Так, бұнда артында есіге жатыр екен. Так, сразу закрыл. Ой, достар, как выгрузить жүрмесе болды. Короче, АЗС-қа дейін хотя бы барып алайық. АЗС-та, айтпай жатып солай болды ғой. Короче, АЗС-та біздің камрюхамыз тұр. Сол камрюхаға отырып, ары қарай кете берсек болады. Өзіміздің камрюхамыз жақсы ма деген соң ана грантасына. Нитрос мен айыр кетемін ғой мен. Так, АЗС-қа барамыз. Камрюхамызды шығарамыз, уақытқа берілген тачкамызды шығарамыз. Так, достар, сосын өздеріңіз айтып жүріңіздер, келесі 5-ші бөлімде не істеймін, бұйырса 4-ші уровеньға жетіп бір семьяға кіріп алатын шығар деген ойдамын. Так, машинаны жабамыз. 351.250 рубль бар қалтамызда. И, короче, достар, мұнда бізде Арзамасқа қарай бару керек екен. Арзамасқа кеттік, жол тартамыз. Мына жақта отчисление ма, бір нәрсе дейді. Короче, соны бастық. Енді бізге картада метка көрсетіліп тұр. Енді, короче, қандай машина екенін білмеймін. Барған соң бізге өзі айтады. И то бір проблема, машинаны өзіміз дейміз. И мұнда, короче, таптым да, какой-то Волга сияқты ғой. Соны ашамыз. Так, но істемеді. Так, тағымнан басамыз. Так, анан басақ. Жоқ, келмейді. Тогда былай. И, достар, места, короче, GPS-қа көрінді дейді. Енді GPS-қа қарай барамыз. Өзіміздің мұна машинамызды тапсырамыз. И, достар, бүгінгі видеоны соңына дейін қарағандарына рахмет. Жігіттер, до конца тағы ары қарай бар. 1-2 минуттай әлі бар. Короче, до конца қараңдаршы. До конца қараған адамдарға сюрприз болады. Короче, комментарияға кім күшті комментарий жазады, соған өздерінің комментарияларына жауап беріп жүрдіңдер. Былай, типа, никтерінде серверлерін жазып жүрдіңдер. Мен сендерге, короче, донат беретін боламын. И мен келдім, қалтамда 351.000 және енді мына Волганы, короче, апарып жатырмын. Мынаны қазір өткіземіз. И сонда бізге өзіміздің зарплатамызды беретін болады. Негізі 3-ші уровеньға нормально жұмыс істеп ойлаймын өз басым. Так, келдік. Енді барып мынаны тапсырамыз. Так, барамыз. Так, Артемға барамыз. И бізге 18.110 рубль берді. И, достар, бүгінгі видео соңына дейін қарағандарына рахмет. Давайте.